қарастырайық. Электр шамының вольфрам қылының 23 градуста кедергісі 4 Ом. Оның 0 градуста кедергісін табыңыз дейді. Бізде мұнда альфа берілген 10.048 бір бөлінген Кельвин. Яғни өлшем бірлік температура коэффициенті өлшем бірлігі 1 бөлінген Цельсий немесе 1 бөлінген Кельвин. Екеуіне жаза беруге болады. Берілген жазайық. Температура бізде 23 градус. Сол 23 градуста кедергі 4 Ом. Температура коэффициент 4,8 -3 деп жазу болады. 10.048-ді. Табу керек 0 градустағы кедергі. Талдау. Кедерген температура тәуелді формуласы бізде RT тең R0 1 плюс альфа көбейту Т. Бұдан біз R0 табамыз. Пропорцияны қолданамыз, мына жер көбейту, ол ар жағына барғанда бөлу болып барады. Сонда осы формуланы қолданамыз. Шешуі. Мәндер орындарына қоямыз. Так, бізде кедергі 4 Ом. 1. Бізде альфа 4,8 -3 көбейтілген температура 23. Онда Кельвин мен Кельвин, яғни градус қысқарады. Сонда бізде 4 калькулятор қолданамыз. Бізде 1,1104 шығады. Жуықтағанда 3,6 Ом болады. Жауабы 3,6 Ом. Келесі мысал. Кедергісі 0 градуста кедергісінен 2 есе артық болатын температураны табу керек. Температура коэффициенті берілген, бізде 1004 1 бөлінген Кельвин. Берілген жазайық. Кедергісі 0 градуста 2 есе артық RT тең 2 R0. Альфа бізде 1004 1 бөлінген Кельвин. Табу керек температура. Талдау. Жаңағы кедергінің температура тәуелді формуласын қолданамыз. Бұдан біз Т-ны қорытып шығаруымыз керек. RT бізде 2 R0. Мына R0 көбейту мына жаққа бізде бөлу болып барады. Сонда бұл қысқарып кетеді. Сонда 2 1 альфа Т плюс-минус болып барады. Сонда 1 тең болады альфа Т. Бұдан бізде Т дегеніміз 1 бөлінген альфа. Осыны қолданамыз. Шешуі. Сонда температура 1 бөлінген альфа. Альфа бізде 1004. 1 бөлінген Кельвин өлшем бірлігі. Оны есептейміз. Сонда 250 Кельвин шығады. Жауабы 250 Кельвин.